Көркем фильм кинокомпаниясы ұсынады. Ал мынаған сенудің өзі қиын. Дастан ше, ол сондай көрікті жігіт. Тоқтай тұршы енді. Басында бұған ешкім сенбей жүрген. Ол ана ауылдық қызды шынымен ұнатып қалады деп кім ойлаған? Соны біз де түсінбей-ақ қойдық. Конспектісі үшін қызбен кездесу бір жағынан ақылды да шығар. Ертең сабаққа дайындалуым керек. Немесе барып тұрған топастық. Қойшы енді мазақтамай. Құлпырып кетіпсің ғой, сондай... Қандай? Өте әдемі. Маған емес, өзіне айт. Нұрлан екеуің араңда бірдеңе бар ма? Ол сенің шаруаң емес. Вау! Ол біздің Камиляның басын қатырып жүр. Сөйте тұра, ана ауылдық қыздың соңынан қалмай жүр. Дана, бізге сөйлесу керек. Не туралы? Біз туралы. Болашақ жігітімнің студенттік президент болуын қалаймын. Мүмкін шынымен де ұнатып қалған болар. Жігітім бар. Иә, менің жігіті. О, махабба. Шын айтып тұрғаны? Не, төбелескін келіп тұр ма? Сабаңа түс. Түсінсем бұйырмасын. Бір жастар, жан достар, арманға жоласар. Ол жеңіл еткен, шуақыт өскен. Ол жеңіл еткен, мәңгілік көктем. Достар. Қазір бір видео көрсетем. Отыра тұрш, планшетімді алып келем. Қазір. 13-ші бөлім. Әлі ұйықтамағансың ба? Иә. Сені күтіп отырмын. Сөйлесу керек еді. Еркекше. Қазір ма? Мүмкін сосын сөйлесерміз. Жоқ қазір. Жарайды. Бірақ тым ұзаққа созбаш. Данамен қарым қатынасың қандай? Оны қайтайын деп едің? Жай білгім келеді. Қалай деймін? Онда сенің шаруаң болмасын. Сосын осы еркелегеніңді жетер. Өз жайыңмен жүретін бол. Екеуің кездесіп жүрсіңдер ме, жоқ па деймін. Ерте ме, кеш пе, біз Дана екеуміз бірге жүретін боламыз. Ал сен өз мүмкіндігінен айырылдың. Сондықтан аулақ жүр. Мүмкіндігім бар ма, жоқ па, оны әлі уақыт көрсетер. Тоқта. Ойын сауық кеш өткізу комитеті несі тақ? Оны қайдан шығардың? Сен өзі президент болудың не екенін білесің бе? Достым, өзің ештеңе түсінбейсің. Кез келген сайлаудың алдында үйіп төгіп уәде береді. Студенттерге де жақсылап тұрып ойын сауық өткізіп, әр жұма сайын би кеші болады десе бітті. Барлық дауыс сенікі. Елдің бәрін өзінде ақымақ көрмеш. Біздің Макстың президенттік туралы ойы мүлдем өзгеше екен. Түй. Сонымен біздің президенттің міндетіне не кіреді? Қазір көрейік. Алдымен студенттердің оқу орнындағы жүріс-тұрысын қадағалау керек. Яғни түрлі үйірмелерге қатысуын, тағысын тағы дегендей. Ол жағынан қам жемесеңдер болады. Біз осы студияны жаңартып қойдық қой. Бұған дауым жоқ, ары қарай кеттік. Студенттердің үлгерімі жағынан әзірге бізге тең келер ешкім жоқ. Енді... Иә, шетелдегі студенттік ұйымдармен жұмыс істеу мәселесі қалай? Бұған мен лайықпын ғой, Дана. Мені сыртқы істер министр қылшы. Министр, біздің бір-ақ аптамыз қалды. Үгіт насихатты күшейткен жөн. Сосын сайлаушыларға айтар сөзімізді қазірден бастап жазу керек. Маған бұл тым оңай, әрі жауыр болған әдіс сияқты. Біздің жаңа бірдеңе ойлап табуымыз керек. Мәселен, президент өз ерекшелігімен бәрін селкеткізсе деп ем. Соны айтам. Студенттерге бір мүмкіндік берсек. Олар соны тиімді пайдаланса, ең дұрысы мұқтаж жандарға қол ұшын созсақ. Алло? Қалыңыз қалай? Сонда, менің қызметім қалай аталады? Студенттердің сыртқы істер министр ме? Атауын қайтесің? Алдымен тағайындалып алсаңшы. Ал сенен жап-жақсы ауыл шаруашылық министрі шығады. Қалай нашарлап кетті? Өткенде ғана Әнуар өз аяғымен тұрды деп едіңіз ғой. Сонда қазір халі өте нашар ма? Анық қанығы бір айдан кейін белгілі болады деп еді ғой. Дәрігерлерге сене тұрайық.
Апа, жыламаңызшы. Индустрия және жаңа технологиялар министрі болайын, а? О, Түгі шақты жаңа технология деп кім айтты? Дегенмен еңбегіңді ескеруге болады. Әкелші. Әй, тыныштық па? Жай, үйдегі мәселе ғой. Маған бір жақсы ой келді. Ауыр халдегі науқастарға көмектесетін қайырымдылық қорын құрсақ қайтеді. қойшы Дана. Көңіл көтеріп, арқа-жарқа болатын кезде өз кеңсемізде өзіміз түсіреміз бе? Рас, қайғыға ұшыраған адамдар өте көп, бірақ ол біздің істейтін шаруа емес. Дұрыс па? Жақсы ниетімізді ел басқаша түсініп қалуы мүмкін. Қазір қайырымдылық қоры десе, әркім сене бермейді ғой. Ал мен үшін ол бос сөз емес. Сәлем, сәлем. Амансыз бәке. Сайлаушыларға айтар сөзім жазып отырмын. Біраз қолдаушыларды да тауып қойдық. Енді тек дауыс беру ғана қалды. Қайдағы сыйлық? Қойыңызшы. Енді маған дауыс берсін деп әркімге сыйлық таратып жүрім керек пе? Керек жоқ. Бәрін өзім реттеймін. Әрине. Сау болыңыз. Апама сәлем айтыңыз. Сәлем, жас болдың ба? Мынау не? Аз ғана уақыт қалды ғой, ал сен ерігіп отырсың. Әнді қоя тұрсаңшы. Қойыңдаршы енді. Әкем екеуің бірінің аузына бір түкіріп қойғандай. Өйткені әкең екеуміз сенің жетістікке жеткеніңді қалаймыз. Осы сөзді де әкемнің аузынан естігем. Яғни бұл бекер емес. Қайдаған айтпаш. Бәрің мені көре қалыпсыңдар. Сосын сен екеуміз үйленіп алып бедік. Тура менің әйелімде сөйлесің ғой? Жаным ау, мен сені суырлы балға озып шықсын. Сүйіктім бірінші болсын деп жан таласып жүрмін ғой. Сүйіктім дейсің бе? Иә, сүйіктім дедім. Мен сені жақсы көрем ғой. Әйтпесе сайлауда нем бар, құрбосқа күйіп пісіп. Сондықтан тездет. Одан да мені Дастан дей берші. Жарайды, Дастан. Мені тыңда. Әке екеуміз саған бір тосын сыйды ұйымдастырдық. Қайдағы әке? Менің әкем. Қысқасы, ол кісі бір телеарнамен сөйлесіп қойды. Олар біздің оқу орнымыздағы президенттік сайлау туралы сюжет түсірмек. Ал оның басты кейіпкері сен боласың. Бұған қалай қарайсың? Жаңа ғана өз әкемнің көмегімен бас тарттым. Енді сенің әкең қосылды ма? Камиля, маған тіпті ешкімнің дауыс бермесе де, бұған бас қатырмай қойыңдаршы. Сонда саған бәрібір ме? Менің әке шешеңнің көңіліне қарамайсың ба? Біз сенің жеңгеніңді, мәртебеңнің асқақ болғанын көргіміз келеді. Оған қоса, ана тест мәселесі. Тесттің не қатысы бар? Қатысы болғанды қандай? Әкеңнің сол кездегі жағдайды біліп қойса, не болатын ойлаш? Ол қайдан біліп қояды? Әлде сен мені бопсалағың кеп тұрма? Жоқ, қымбаттым. Олай деп ойлама. Біз бір-бірімізді жақсы білетін ең жақын дос емеспіз бе? Оның жазылып кетуіне әлі ешкімнің көзі жетпейді. Қолдан келері сауығып кетсе де бір Алладан тілек тілеу ғана. Ол ең ауыр соңғы тексеруден өтті. Енді жазылар жазылмасы бір айдан кейін ғана белгілі болады. Бұл жағдайда неге ертерек айтпағансың? Айтқаннан не пайда? Бәрібір Ануарға көмектесе алмаймыз. Ол тек бір Аллаға аманат. Ол сияқты науқастар қаншама. Аққан ауруына жұрт назарын аударып, шалғайдағы науқастардың Астанаға жетуіне қол ұшын беру қажет қой. Ауру асқынбаса, емдеуге болады. Онда сонымен айналысайық. Бүкіл университетке жар салып, ауқымды шара ұйымдастырайық. Көмекке зәру адамға қаражат жинайық. Өте дұрыс болар еді. Ал сен Ануардың жағдайын бүкіл университетке қиналмай айта аласың ба? Бүкіл елге дегенің жөн шығар. Егер өзгелерге көмегі тиер болса, айтып берейін. Иә. Нұрлан. Ассаламу алейкум. Уалейкум ассалам. Дананы іздеп жүрсіз ба? Жоқ, сен іздеп жүрмін. Не үшін? Өткенде Франциядан бір делегация келіп еді ғой.
Есіңде ма? Аздап олардың қайсысы бір есте қалды дейсіз? Оның ешқандай маңызы жоқ. Олар сенің тікұшағыңды және Данаға жасаған үгіт насихат жұмыстарыңды көріп, соның барлығын ректорға баяндап беріпті. Енді сені өнертапқыш студенттердің халықаралық байқауына шақыртып жатыр. Халықаралық байқау? Мәссаған, қашан? Алдымен сен оларға жаңағы жобаңның сызбасын жіберуің керек. Сосын ол іріктеуден өткен болса, өздері оны Парижге жібереді. Ал Парижде қолдау табатын болса, Францияға өзің барып, жаңағы жобаңды көрсетіп қайтасың. Оған дейін 1,5 апта бар. Уақыт тығыз ғой. Бірақ мен олай, менің тікұшағым жай әншейін ойыншық қой. Нұрлан, егер сенің тікұшағың жаңағы үлкен адамдардың арасында қызығушылық тудыратын болса, оның ойыншық болмағаны. Бірақ мен өмірі шекарасы көрген жоқпын. Сосын французша дым білмеймін. Сен ол жаққа ешкім жалғыз жібермейді. Қасыңда біздің университеттің тілмашы болады. Және комитеттің сыртқы байланыс жөніндегі өкілдері болады. Сондықтан сен асықпа. Алдымен жобаң қолдау тапсын. Сосын барлығымен шешіледі. Дұрыс айтасыз. Онда мен сызбаларын бастай берейін. Әрине. Жақсы. Дастан, тұра тұрш. Саған бір айтар сөздерім бар. Жағдайыңыз қалай? Жақсы. Асқар Бекмұратұлы. Иә. Сіз айтқан сөзіңіз қалжың емес пе? Еш күмәнің болмасын. 2 күн уақытың бар. Ал отыр. Сонымен президенттікке үміткермін де. Білесіз ғой? Әрине, білемін ғой. Сонда сен өзіңді ол орынға лайықтымын деп ойлайсың ба? Сіздің күмәніңіз бар ма? Менің ойымша, Дастан, қалай етсем екен? Президент үлгілі болу керек. Айналасындағылардан жасыратын еш нәрсесі болмау керек. Ал мен сені ондай адам деп айта алмаймын, өкінішке орай. Мен не жасырып жүркем? Мысалы сен, Дастан, мақсат екеуің тест сұрақтарын ұрлап көшірме жасадыңдар. Ал Дана барлық кінәні өз мойнына алды. Сол кезде сен жақ ашпадың. Ал оны оқудан шығарып жіберсе, сенің қылыңда қисаймас еді. Өйткені жабулы қазан, жабулы күйде қаланды. Ал бейгүнә қызды құтқарып қалу тіпті ойыңда да болған жоқ. Олай болса, мен оқудан шығарып жіберу туралы неге рапорт жазбадыңыз? Рапорт жазсам да жазбасам да ештеңе өзгермес еді. Сен түк болмағандай басқа оқу орнына барып ойыңа келгенде істей беретін едің. Негізі мен, Дастан, студенттермен ашық сөйлескенді жақсы көрем. Ақыл айтып, оларды дұрыс жолға салып отырам. Сені өз қателігіне сабақ алама деп ойланғанмын. Өкінішке орай ондай болған жоқ. Шамасы шектен шығып кеткен сияқтысың. Енді маған рапорт жазасыз ба? Әзірге ондай ойым жоқ. Тек сен қателеспес екен деп ойлаймын. Қазірден бастап мына қателіктеріңе көз жұма қарайтын болсаң, ары қарай не болады? Пара алу әркімді бір боспалау ма ойыңда? Барлығы, Дастан, өз қателігіңді білмегеннен басталады. Сондықтан жақсылап ойланып ал. Ал сосын, осы университеттің президенті болу болмауда өзің шеш. Неге бүкірейіп алғансың? Шешен болу үшін тек сөзді ғана емес, жүріс тұрысты да жөндеу керек. Бер қара. Иықты тік ұстан, басты жоғары көтер. Бұл сенің тәуелсіздігіңді және өз көз қарасың бар екенін көрсетеді. Осылай ма? Дәл солай. Сосын күмілжімей анық сөйле. Сөзімді ұмытып қалсам ше? Егер сөз жүректен шықса, ешқашан ұмытылмайды. Ал қалай киінгенім жөн? Оған әлі уақыт бар. Дегенмен, іскер әйелдердің киімінде жарасып тұруы тиіс. Мәселен, тым ашық емес, жарасымды жейде мен джинсы өңіңді аша түсереді. Ал аяқ киімнің өкшесі тым аласа болмағаны жөн. Ол бойыңа бой, сымбатыңа сымбат қоса түседі. Енді оған аяқ киімнің өкшесі де, басқасы да көмектесе алмайды. Келген жағыңа қайта кетші. Биік өкшел аяқ киімді бала күннен бастап киіп үйрену керек. Сонда ғана ол жараса кетеді.
Ал сендердікі не? Сиырдың аяғына коньки тағып, мұзайдынға жібергендей. Ха! Инабаттылық та адам бойына бала кезден бітеді дейді. Ондай қасиеті жоқ адамға қанша айта берсең де, бәрібір надандығын көрсетеді. Охо! Біздің сиырға тіл бітейін деген бе? Мен сиыр болсам, сен нағыз ешкінің өзісің. Жарайсың, әкел қолыңды. Мынауын қарай көр. Өздеріне жан бітейін депті. Сенің еркелігіңді қашанғы көтереміз? Сиыр сыйпағанды білмейді деген. Жөніңмен жүрсеңші. Айналаңа, өзің сияқты жолы болмайтын бейшараларды жинап алып, көкірегіңе нам пісе бастаған ғой. Әлі қолдарынан ештеңе келмейтіне өзінің де, олардың да көздері жетер. Міне, сонда көрерміз. Кімнің қалай күлетінін. Жолың болмайтын нағыз бейшара сенсің. О, достым, тігі ұшағыңа француздардың көзі түсіпті ғой. Саған да жетіп үлгерген бе? Әрине, екеуінің әңгімелерін туралы қыздардан естідім. Тыңдап тұрған ба сонда? Ол да мүмкін. Қане, айтшы, не әңгіме? О, не айтам? 2 күннің ішінде сызбасын бітіруім керек. Егер іріктеуден өтсем, тікұшағымды арқалап, 1 аптадан соң Париждегі көрмеге баруым керек. Мынау керемет жауап қой. Аңыз болған Франция, Париж, сұлу қыздар. Бірақ олар сені қызықтырмайтын шығар. Дегенмен неге көңілің болмай тұр, профессора, а? 1 аптадан соң. Оқпай тұрсың ба? Сайлау уақытымен қатар келіп тұр ғой. Осындай сәтте Дананы қалай жалғыз қалдырам? Оны ойламаппын ғой. Шынымен. 1 аптадан соң ба? Енді мистер Йоданың айтқаны бойынша солай. Негізі, Парижге барғаның дұрыс. Ал Данаға алаң болма. Еліміз ғой, бірдеңе қылармыз. Алина да осында. Мен Дананы жалғыз қалдырғым келмейді. Нұреке, шыныңды айтшы. Сенің осы Данаға көзің түсіп жүр ғой деймін, ә? Менің бе? Сырт көзге қатты байқала ма? Осылай қызара берсең, әрине байқалады. Данаға өзінде алаң болып жүрмін. Егер сенің Дастан сияқты арам ойың болса... Ей, мен саған Дастан емеспін. Сосын басына пәле тілеп алған мен емес, сен сияқты едің ғой. Бірақ, шынымды айтсам, соңғы кезде тек Дананы ойлайтын болыппын. Тіпті ана жобамды бітіре алмай жатырмын. Ал оның алдында болған нәрсенің бәрі елес сияқты. Әсіресе Камиляны айтам. Басымды біреу дұғалап тастағандай. Ал Дана ондай қыз емес. Мен оған ғашық болған сияқтымын. Достым, жағдайың қиын екен. Бірақ ол басқа біреуді жақсы көретін сияқты. Дана ма? Кімді? Дастанды. Мүмкін емес. Ол оқудан баста ештеңе ойнамайды. Қайдағы махаббат? Ең дұрысы, сен өз сезіміңді білдір. Сосын бәрі белгілі болады. Қайдағын айтпаш. Онда тұрған не бар? Жүресің бе осылай мәңгілік? Сен аузыңды ашып жүргенде, басқа біреу қармағына түсірсе қайтесің? Алдымен Парижге барып келсем дұрыс шығар. Сосын кеш болады. Ол президент болып кетсе, сен тіпті маңына да жолай алмайсың. Жөн айтасың. Париж. Ол жерден Флоренцияға дейін 1 сағат ұшасың. Айтпақшы, әке-шешелеріңнің айтқаның не болды? Баратын болдың ба? Білмеймін, ойланып жүрмін. Кететін себеп жоқ. Бұл жердің білім беру деңгейі, ол жерден артық болмаса, кем емес. Оның үстіне, мұнда оқудың мәнін арттыратын бір ерекше жағдай бар. Қазір айтам. Алина ма? Бинго. Соншама арам ниетін Камиля қалай жасырып жүреді? Қой шоны. Дастан қарамай қойған соң өшін бізден алғысы келеді. Олардың кеше бақ ішінде салғыласып отырған Нұрлан көріпті. Айтпақшы, Нұрланның Парижге кетуі мүмкін. Тура сайлауға дәл келгенін қараш. Соны айтам. Нұрлан Парижге, сен Италияға кетсең, Камиляның сөзінде жан бар сияқты. Алина, қойшы енді. Сол жайлы айтпай қойықшы. Сонымен,
қандай шешімге келдің? Мен әлі бір шешімге келгенім жоқ. Бірақ өмірімді астан кестен қылар бір жаңалық болатын сияқты. Сонда қандай жаңалық болуы мүмкін? Сен оны білесің? Ашық. Сәлем, сіздер дауылпазшы іздеп жүр деп естідім. Сен дауылпаздар аласың ба? Онда Алинаға хоккейші болу керек шығар, е? Құдай-ау, әйел мен еркек тең дегенді кім ойлап тапқан екен, ә? Біз тобымызға тағы бір қыз алайық деп ойлаған жоқпыз. Дегенмен көрсет өнеріңді. Кім білсін? Керемет. Қыздардан бәрін күтуге болады. Сіз әлі де дұрыс сұралмайды екенсіз. Кішкене дайындалып, сосын келерсіз. Алина, қойшы енді, меніңше бәрі жаман емес сияқты. Атың кім? Гаухар, Міне, тікұшақпен де қоштасатын кез келді. Ақыр қоқысқа тастайтын болдың ба? 2 апта бар дегенде қатты қуанар едім. Қоқысқа емес, көрмеге. Парижге ұшып бара жатыр. Өзі емес әрине. Түсінген шығарсыңдар, ұшаққа салып жіберем. Бұдан кейін оны ешқашан көрмеулерің мүмкін. Дауылпаздың тілін білетін адам табылды. Таныс қойыңдар. Әлі табылған жоқ. Біз әлі шешімге келген жоқпыз. Шешіледі ғой енді. Сонымен бұл Гаухар. Ал мына жігіт ақылгөй. Кешір. Нұрла. Қысқасы, Гаухар, ертең хабарласып, дайындық жайлы келісіп алайық, жарай ма? жақсы. Сау бол. Сау бол. Сұлу қыз, е? Дастан? Не киіп алғансың, а? Соңғы кезде қалай болса солай жүретін болғансың. Тым толып кеттің. Ештен кетпейді. Ештен етпейді деген не сөз? Біздің үгіт насихат жұмысымыз сенің сырт келбетіңнен басталады емес пе? Мысалы, өзгелерден қандай артықшылығың бар? Оқу жағынан үлгі бола алмайсың, ал түр келбетіңмен спорт, салауатты өмір салтын ұстану арқылы баулуға болады ғой. Мен қысқаша сауалнама жасадым. Біздің студенттердің 63% қыздар екен. Егер біз олардың көңілін табалсақ, саған қажетті дауыс жинай аламыз. Сонда олардың көңілін қалай табамыз? Ертең телеарнадан тілшілер келеді. Олар сені келісім бойынша жаттығу залында түсіреді, ал сен байқамағандай боласың. Сонда, қысқасы, сенің желең киіміңнен бұлшық еттерің бұлбұлдап тұру керек. Көпшілік сені көріп риза болсын. Сосын университетте темекіге қарсы шара өткіземіз. Спорт үйірмелерін ашамыз деп, уәделерді үйіп төгеміз. Сонда оқу орнының өзі сені қолдайтын болады. Жарайды, мен кеттім. Сен шаштаразға барып кел. Жоқ, апа. Мен әлі бір шешімге келген жоқпын. Жауабын ертең айтам деп ескерттім ғой. Иә, бір күннің айырмашылығы бар. Бүгін нақты жауап белгілі болады. Сосын ертең не істейтінім шешіледі. Апа, жақсы. Сонымен ертең не белгілі болмақ? Сенің жауабың. Менің бе? Сонда мен күтпеген сұрақ қандай болмақ? Шыныңды айтшы. Мен саған ұнаймын ба? Сен маған не үшін ұнауың керек? Енді сәл де болса ұнатасың ба? Соны айтшы. Немесе жайыңа жүрді. Мен өз жөнмен кетейін. Мен сені түсінбедім. Алина. Екеуміз дос болайық. Мен саған сенбеймін. Бүгін бұлай дейсің, ертең басқаша сөйлейсің. Бүгін мұнда жүрсең, ертең Флоренцияда хат жазып отырасың. Сен мендікпін деші.
Сонда Флоренция жайлы сөз де болмайды. Ой, мен ыңғайсыз уақытта келдім ау дейм. Сен үнемі солай істеп жүресің. Бір-біріңе антақ бола қалыпсыңдар ғой. Камиля, өз жөніңмен жүрш. Айтпақшы, Макс, сен Алинаның біздің Йодаға өлердей ғашық екен білесің бе? Күллі университетке танымал күнделікте осыныкі. Мен Асқардай жігітті бұрын ешқашан кездестірмеппін. Камиля, Мен бәрін білем. Білем? Асқар шынымен де керемет жігіт. Әрі ақылды. Маған сондай жігіттің қарсылас болғанына ризамын. Сондықтан түк ренішім жоқ. Ал біреудің күнделігі мен хатын рұқсатсыз оқыған жақсы әдет емес.